Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып пісетін жасымық сорпасын жасаймыз, яғни чечевичный суп. Бұл рецепт өте дәмді болып шығады, және бұл етпен, қазақ болғасын етсіз тамақ бізде тамақ болмайды, иә. Сол үшін етпен істедім. Ал бірақ та бұл сорпаны етсіз де істеуге болады. Керек ингредиенттің барлығын описание жазып қоямын. Ең алдымен осылай су құйып аламыз. Етімізді пісіруіміз керек. Салқын су бұл жерде. Етті салып, қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Жасымық дәрумендер мен микроэлементтерге өте бай. Ең алдымен осылай пиязды турап аламыз, дәл видеодағыдай. Қызып тұрған табаға осылай сұйылмай құйып аламыз. Кейін пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып жатқанда сарымсақты ұсақтап тураймыз. Достар, сіздерге жасымық туралы қысқаша айтып кетейін. Жасымық, оның құрамында ақуыз бар. Ол ағзаға оңай сіңеді. Барлық бұршаққа дақылдардың ішінде ол темірге, В1 витамині және амин қышқылдарында ең бай өнім. Сондай-ақ микроэлементтері бар. Кальций, магний, калий, фосфор, темір, омега-3, омега-6. Енді кезекте өткіштен осылай сәбізді өткізіп аламыз, немесе қолмен турасаңыздар да болады. Арасында пиязды араластыруды ұмытпаңыздар. Орташа отта пісіреміз. Енді кезек сарымсақты салып, тағы да 2-3 минут қуырып аламыз. Міне, ет те қайнады. Астын төмендетіп, орташа отқа қойып, көбігін алып тастаңыз. Достар, менің арнамды жоғалтып алмау үшін подписаться етіп, колокольчикті басып қойсаңыздар, сізге хабарлама келіп тұрады жаңа видео шыққандығы туралы. Және де жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сорпаға енді дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Оттың астын басып, 1-1,5 сағат көлемінде етті піскенше пісіріп аламыз. Міне, пиязымызды қызарып қапты. Осының үстінен 2 пиязға 2 қасық, 2 ас қасық яғни ұн салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Қуырылған пияздың үстіне сәбізді салып, сәбізді де қуырып аламыз. Егер табаныңызға жабысып жатса, астына аздап май құйып жіберсеңіз болады. Дәміне қарай дәмдеуіштерді саламыз. Бұл жерге тұз қоспаймыз, себебі біз тұзды сорпаға қостық. Жақсылап барлығын біріктіріп араластырамыз. Енді кезекте бұрышты 4 бұрыштап турап аламыз.
Бұрышты табамызға салып, тағы да 3 минут көлемінде қуырып аламыз. Енді кезекті томатты қосамыз. Кейін тағы да үстінен аджика қоссаңыздар да болады, дәмі ерекше болып шығады. Барлығын салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Жасымықты жақсылап, тазалап жуып аламыз. Таза жасымықты табамызға салып, тағы да 2-3 минут көлемінде қуырамыз. Картопты дәл видеодағыдай төртбұрыштап турап аламыз. Міне, етіміз де пісіп қалды. Етті сорпадан аламыз. Кейін артық көбіктен тазалаймыз сорпаны. Сорпаға картопты саламыз. Кейін артынан қуырылған жаңағы жасымықтың массасын саламыз. Салып алғаннан кейін барлығын жақсылап араластырып, орташа отта 15-20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне достар, сорпамызда барлығы жасымық, картоп барлығы пісті. Өте тез жасалатын соус дайындаймыз. Ол үшін сұйық май құйып, үстіне сәл ашты бұрышпен паприка салып қуырып аламыз. Кейін үстіне тағы да аджика саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өте тез дайын болады. Сорпамызға жарты лимонның шырын сығып аламыз. Кейін блендермен жақсылап барлығы біркелкі масса болғанға дейін езіп аламыз. Достар, өкінішке орай, бұл иісті сіздерге экран арқылы жіберу мүмкін емес. Маған сенсеңіздер, дәмі деген керемет болып шығады, иісі тамаша. Міне осындай сұйық масса шығуы қажет. Өте сұйық емес және өте қою емес. Міне дәл видеодағыдай жасымық сорпасын безендіріп берсеңіздер болады. Өте керемет. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.